Баршаларыңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздерге осындай қызанақтың шырынында қияр жабудың рецептін ұсынамын. Бірнеше жылдан бері қолданып келе жатқан ең сенімді рецептерімнің бірі. Сол себепті видеоны соңына дейін өткізбей қарауларыңызды сұраймын. Алдымен қиярларымызды бірнеше рет салқын сумен жуып, салқын суға кем дегенде 3-4 сағатқа салып қоямыз. Сол аралықта біз қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Егер сіздерде ет тартқыш болмаған жағдайда қызанақтарымызды қайнап тұрған суға 10 минуттай салып, содан соң блендермен езіп алсаңыздар болады. Осы тартылған қызанағымызды ыңғайлы кастрөлімізге не болмаса шағын қазанымызға салып, газдың орташа отында жақсылап кем дегенде 10-15 минут қайнатып аламыз. Сол аралықта банкаларымызды да мантоваркіде булап алатын боламыз. Кастрөліне қақпақтарын салып, тоже қақпақтарында 10 минуттай қайнатып аламын. Ал келесі кезекте бізге қажетті заттар: қара бұрыш, лавр жапырағы, осындай зонтик укроп, болгарский перец, болгар бұрышы, яғни содан соң 70% уксус, чеснок, шекер, тұз қажет болады. Ал енді банкымызды жабуды бастаймыз. Ең алдымен жаңағы салқын суда тұрған қиярымыздың артық жерлерін алып тастаймыз. Содан соң тағы да салқын сумен жақсылап жуып аламыз. Келесі кезекте булап дайындап қойған банкаларымызға ең алдымен укробымызды саламыз, яғни зонтик укробымызды саламыз. Содан соң болгар бұрышымызды саламыз. Болгар бұрышы үлкендеу болса, сол үлкендеу бөлігін 4-ке бөліп салсаңыздар жеткілікті. 2 литрлік банкеге осылай туралған түрінен 4 данасын салсаңыздар жеткілікті. Келесі кезекте қара бұрышымызды саламыз, чесногымызды саламыз. Содан соң қиярларымызды осы видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп, тікесіне жақсылап нығыздап салып шығамыз. Құрметті қыз-келіншектер, егер осы рецепттерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, менің каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, осы видеоны өзіңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Алдағы уақытта көптеген рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай қиярларымыздың барлығын салып болдық. Содан соң лавр жапырағымызды саламыз. Кем дегенде 3 данасын салсаңыздар жеткілікті. Енді осы банкаларымыздың үстіне қайнап, сақырлап тұрған қайнаған суымызды құямыз. Қақпақтарын жауып 20 минутқа қалдырамыз. Біздің қиярларымыз 20 минут қайнаған суда тұрды. Енді осы қайнап тұрған суды жаңағы қызанағымыздың шырынының үстіне құямыз. Мен тек қана 2 литрлік банкадағы ғана суды құйдым, шамалы сұйықтау болуы үшін. Көріп тұрғандарыңыздай сұйықтау болды. Егер қою болғанын қаласаңыз, жаңағы суды қоспай қойсаңыздар да болады. Банкадағы суымызды қызанақтың шырынына құйып, газдың отын орташа отта қойып, тағы да 15 минут аралығында қайнатамыз. Сол аралықта біз банкаларымызға шекерімізді, тұзымызды, уксусымызды салып дайындап қоямыз. 2 литрлік банкеге 1 ас қасық шекер және де 1,5 ас қасық тұз саламыз. Ал 1 литрлік 800 грамдық банкаларға 1 қасық толтырмай шекер және де 1 қасықты қатты толтырмай тұз саламыз. Уксусты қосарда өте абай болыңыздар. Шай қасықты толтырмай, жартыдан да шамалы аздау етіп қоссаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қызанағымыздың шырыны тағы да жақсылап қайнады. Енді осыны қиярымыздың үстіне құйып шығамыз. Содан соң банка жабатын құрылғымыздың көмегімен қақпақтарын жақсылап жауып шығамыз. Жауып болғаннан соң төңкеріп, үстін қалың полотенцемен жауып, бір тәулікке қалдырамыз. Содан соң банка сақтайтын жеріңізде қысқа дейін сақтасаңыздар болады. Банкыңыз ешқандай атылмайды, қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Құрметті көрермендер, егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.